Құрметті серіктестер және қонақтар, қазақ елі, қазіргі таңда мынау давление деген ауру өте көбейіп кетті. Жаста да бар, қарыда да бар. Оның барлығы мынау қанның таза болмауынан, дұрыс тамақтанбаудан. Қазір енді жалпы денсаулықтың нашарлауына 5 түрлі фактор әсер етеді. Ол бірінші экология, екінші тұқым қуалаушылық, сосын тамақтану, стресс, одан кейін паразиттер. Осы 5 фактор біздің денсаулығымызды нашарлатып жатыр. Сондықтан да дұрыс тамақтанбағандықтан балаларымыздың өзінде давление пайда болып жатыр. Жалпы давление қазір өте көбейіп кетті. Сол давлениені кетіретін бізде жүрек қан тамырларға арналған бальзам бар. Бұл жүрек қан тамырларына арналған бальзам қалай жұмыс жасайды? Азанда кешке ішесіз, давлениесі бар кісілер тамшылап бастағаны дұрыс болады. Бұл мидан бастап бүкіл ағзадағы қан тамырларын барлығын тазалап, тромбтар дейді, соларды ертіп шығарады, қанның құрамын реттейді, көздің зрениесі восстановить етеді. Неге десеңіз, біздің көзімізде де қан тамырлары бар. Жалпы бізде қан тамырлары, капиллярлар өте көп. Сондықтан бүкіл сосудистый системаға тазалайды және реттейді. Бұны қазір кардиомагнил ішіп жүрген кісілер бар ғой, тромб болып атқан кісілер бар, бляшкелер бар қандағы. Кардиомагнил ішкенше біздің табиғи, 100% табиғи өнімді пайдаланыңыздар. Жалпы бұның составы 85% шөптердің экстракты дейді ғой, шөптердің жиынтығы сығындысынан тұрады. 15% этиловый спирт. Неге этиловый спирт? Спирт мына шөптердің құрамын ешқандай бүлдіртпей сол қалпында ағзаға, клеткаға сіңдіріп, өз жұмысын жасауға керемет септігін тидіреді. Сондықтан біздің өнімдер бір күнде, 2 күнде уже нәтижесін беріп тастайды. Бір колпачогын ішкеннің өзінде бізде керемет нәтижелер болады. Ары қарай тағы да сұрақтарыңыз болса жауап беретін боламын. Нөмірімді қалдырамын сіздерге, хабарласыңыздар.